Қазақстандық кәсіпқой боксшы Бобиржан Момыновты жанкүйерлер жақсы таниды. Жақында ғана ол кезекті кездесуін өткізіп жеңіске жеткен болатын. Дәл қазір бұл боксшының басынан өткен біз жағымсыз тарих туралы айтқымыз келеді. Естеріңізде болса, Канело Головкинмен кездесердің алдында осы Бобиржан мексикалық боксшының лагеріне барып, Канелоға спарринг қарсылас ретінде көмектескен болатын. Нәтижесінде қазақ жанкүйерлері тарапынан үлкен сындарға ұшырап, жек көрінішті боксшыға айналып шыға келді. Неліктен Канелоға көмектеседі? Патриот болса ақшаны шетке қойып, Гена жағында болу керек еді деген пікірлер айтылды. Кейбіреулері оны ұлты өзбек, сондықтан қазақ спортшысының жеңісін көре алмайды деген ауыр сөздерді айтты. Ал жақында ғана Бобиржан Sport-Time KZ сайтына кеңінен сұхбат берді. Міне сол жерде ол бұл тарихтың басын ашып берді. Мен Канелоға Головкинмен өтер бірінші кездесу алдында спарринг қарсылас болдым. Бұл бірінші ретте оның командасы тарапынан қолдау тапқаннан кейін орын алды. Жанкүйерлер шын тарихты білмейді. Мен соны айтып бергім келеді, дейді Бобиржан. Көрсетілім 1xbet қолдауымен шығарылды. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 мың теңгеге дейін сыйақы ал. Десе де, сол бір Канело лагеріне барып дайындалғаным жанкүйерлерге жетті де менің тарапыма үлкен сындар артылды. Сосын ойлана келе, қой, бұлай дамығанымда дұрыс болмас. Елімде маған қарсы сөздер айтылып жатқанда, бұлайша жүріп абырой таппаспын деп, Сауль Альварес командасынан кеттім, дейді ол. Ал мен неліктен мексикалықтың лагеріне бардым? Басы былай басталды, деді ол. Бірде Бобиржан Қарағандыда Ғалым Жарылғапов турнирінде топ жарған. Сол жерде Головкин өзі келіп, Момыновқа автокөліктің кілтін табыс етіпті. Аздап таныстық орын алған. Ал кейінірек Бобби кәсіпқой боксқа ауысуға шешім қабылдағанда ең бірінші болып Головкинге барған, көмектесуін сұраған. Бірақ Гена, мұндағы өмір сен ойлағандай оңай емес, Санчесте жаттығуға қаржың жетпейді деп, тіптен көмектескісі келмейтіндігін білдірген. Дал болған Бобиржан біраз уақыт не істерін білмей жүрген. Сосын ойда жоқта Golden Boy компаниясы оған шығып, қатарларына шақырған. Осыдан кейін ғана ол Канеломен командалас атанған. Мұнда Момыновтың адамгершілігін айта кетуіміз керек. Жанкүйерлер тарапынан сынға ұшырадым деп, ол бал қаймақтан бас тартты десек те болады. Әйтпесе Альвареспен бірге жүргенде біз Боббиді мүлде басқаша деңгейде көрер едік. Ал оның орнына ол қазір тіптен промоутерсіз күнелтуде. Бұдан кейін біз не айтамыз? Әрине, Момыновты бостан-босқа жазғырғандығымызды түсінеміз. Нағыз патриот болса, Момыновты аяқ болсын. Ал Бобиржанның орнында Гена болғанда, осындай қадамға барар ма еді? Ол жағы белгісіз. Сондай-ақ Головкин, естеріңізде болса, ана жылдары Данияр Елеусіновті өзінің бокс кешінде жұдырықтастыруға рұқсат бермеген болатын. Біз Генаны қаралайын деп отырған жоқпыз. Керісінше, Бобиржан Момыновтың адал есімін ақтағымыз келеді. Бобиржанда тағы бір өкпе бар. Ол еліміздің телеарналарына қатысты. Қайдағы жоқ, Пуэрто-Рико, Мексика боксшыларының кездесулерін көрсетеді де, менің жекпе-жектеріме келгенде үнсіз қалады. Неліктен? Мен де өз өнерімді қазақ жанкүйерлері көргенін қалаймын, дейді ол. Біз Боббиге сәттілік тілейміз. Оның кәсіпқой бокста биік шыңдарды бағындыратындығына сенеміз. Ең бастысы мойымау керек. Ал даңқ өзімен өзі келе жатар. Енді жағымды ақпарат. Қазақстандық палуан Дәулет Шабанбай 2012 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері атанды. Бұл өзбекстандық Артур Таймазов пен грузиялық Давид Монзаманшвилидің спорттан аластатылуынан кейін белгілі болды. Енді ресейлік Билал Махов пен ирандық Комаил Гасемидің екеуіне де алтын медальдар табысталды. Ал Дәулет Шабанбайға қола медаль бұйырды. Кештетіп болса да жеткен жүлдеміз құтты болсын. Дәулет Шабанбай бұл жүлдеге нағыз лайық палуан. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.